Бүгін менімен бірге ерекше тойымды ас әзірлеңіздер. Тез және оңай жасалады. Үйдегі бар қарапайым заттарды қолданамыз. Біздің үйде үнемі капуста қалып жатады. Сол себепті осы кішкентай ғана капустаны тартылған етке қосып котлет жасайтын боламын. Оның ішіне капустаның барына қарамай балалар сүйсініп жеп қояды. Котлет дәмді болсын деп, үлкен пиязды үкіштің ұсақ көзінен өткізіп аламын. Және де 3-4 сарымсақтың кісесін, ащы бұрыш, қара бұрыш, дәміне қарай тұз және паприка бірігіп ұстап тұруы үшін 2 дана жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамын. Әзірше фаршты бөлек қоя тұрамыз және тағы пиязды тураймыз. Сәбізді, болгар бұрышын, картопты турап дайындап аламыз. Табаны қыздырып, май құйып, пиязды әдеттегідей сарғайғанша қуырып аламыз. Сәбіз бен болгар бұрышын кішкене қуырып, дәмдеуіштерді салып, 1-2 бұлғап алып, картопты салып, майға бір араластырып, су құйып қайнағанын күтеміз. Тамақтың суы қайнағанша бағана дайындап қойған фарштан домалақтап котлет жасаймыз. Суымыз қайнады, енді дүкенде ұя деген кеспе сатылады, яғни гнездо деп айтып жатасыздар. 1 немесе 2 қаптамасын алып, қазанның ішіне толтырып салып шығамын. Енді осылардың үстінен домалақтап дайындап қойған котлеттерімізді қоямыз. Егер котлеттеріңіз артылып қалып жатса, арасына салып жібересіздер. Содан кейін суы қайнаған соң астын басып жарты сағатқа қоямыз. Мінекей менің бүгінгі кешкі асым дайын болды. Бетіне көкшеп сеуіп, 2 ұяшығын, 2 котлетін, картобын салып беремін. Көріп тұрғандарыңыздай тез жасалады, жасап көріңіздер. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Тек келесі видеода көріскенше деймін.